Бұл өмірінде патшалығы Алланыкі. Әйтсе де, Алла тағала белгілі бір мөлшерде мына дүниеде адамға ерік берген. Сол шекараның ішінде сіз бен біз қимылдағанымыздың ақысын аламыз. Бұл мағынадағы халықтың да сөздері көп. Мысалы, тағдырың өзіңнің қолыңда деген сөз бар. Немесе бай құдай емес, құдайдан былай емес деген де сөз бар. Бұның барлығы бір мағынаны сайып келеді. Алла тағала белгілі бір шекараны адамға босатып берген. Егер оны босатып бермесе, әлбетте жәннат пен дозақтың мағынасы қалмайтын еді ғой. Көп адамдар ойлайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін, не Құрандағы кейбір аяттарды естіп, кереғар түсінеді. Ол хадистерде айтылады. Адам баласы жәннати не дозақи деп жазылып қойылады маңдайына дейді. Анасының ішінде жатқанда. Бір періште келіп жазып кетеді дейді. Жан үрлеп. Содан бір адам шығып айтады ғой енді. Әй, ақыры жәннати екенсің. Онда намаз оқып не керек? Бәрібір жәннатқа кіресің. Дозақи болсаң, онда намаз оқып не керек? Бәрібір дозаққа кіресің. Дейді ғой. Қандай амал жасасаң да, бәрібір жәннатисің. Немесе дозақисің десе, онда бұл өмірдің мәні не дейді. Сөйтіп кейбіреулер қазақтағы сөз бар, адамның басы Алланың добы деген. Осы сөзді тура мағынада түсінеді де ойлайды. Болды дейді. Сен қалай десең солай жазып қойғансың, маңдайыма жазылғанды көремін, басқа еш нәрсе емес дейді. Бірақ бұл қате пікір. Қате пікірлігі сонда, Алла тағала адамға мына дүниеде шекаралар берген. Бір шекаралар бар, адам баласы оған кіре алмайды. Кіруге де ақысы жоқ. Тіпті оны игере де алмайды, егер соны берсе. Мысалы, адам тамақ ішеді. Сіз күніге тамақ ішесіз. Сол тамағыңыздың ішкеннен кейін, тамағыңыздан өткеннен кейін, әрмен қарай сіз игересіз ба? Ойланасыз ба өзіңіз? Тамағым былай кетіп бара жатыр, сұйықты былай лақтырам, қоюды былай лақтырам, ішегіме түсті, оны былай қортайық, ана жерге алып барайын, мына жерде сөл бөлуіміз керек, мына жерде үйтем. Соны сіз басқарасыз ба? Жоқ. Бұл автоматтық түрде болады. Дұрыс па? Сіздің ешқандай қатысыңыз болмайды. Қатысыңыз болмайды дегенде, ғақли тараптан сіздің ешқандай қатысыңыз болмайды. Сіз ойланбайсыз. Өзі болады. Ауада солай. Дұрыс па? Сіз қазір отырған күйі сіз автоматтық түрде дем алып, дем шығарып отырсыз. Оны сіз игеріп отқан жоқсыз өзіңіз. Өзі келеді, өзі шығады. Автоматтық түрде жүйеленген. Енді бір белгілі бір мөлшерде өзіңіз ұстай аласыз, өзіңіз жібере аласыз. Бірақ дегенмен, ал егер сіз ойланып отырсаңызшы, әрбір деміңізбен әрбір шығаруды, жұтуды, адам өліп қалар еді. Өйткені ұмытшақ қой адам. Өзі адам ұмытшақ, өзі бір нәрсемен айналысып кетіп отырып, дем алуды ұмытып қапты, өліп қапты десе. Мүмкін ғой енді, мүмкін ғой. Ана пәленше өліп қап, неге дем алам деп ұмытып кетіпті дейді. Ана бір нәрсені бір әдемі атты көрген екен, о шіркін жануар-ай деп тұрған кезінде дем алуды ұмытып кетіп өліп қапты дейді. Бірақ өйтпейсіз ғой. Сіз ұйықтап жатқанда да қандай ұйықтайсыз? Игересіз ба өзіңізді? Жоқ. Көп шекаралар бар. Мысалы, қарапайым көз. Көздің ішіндегі қарашықтың қаншалықты үлкейіп кішірейтінін білесіз ба? Өзінен 400 есе үлкейеді. Өзінің мөлшерінен 400 есе үлкейеді қарашық. Қайтып кішірейе алады. Соның әрбір жаңалдегі анау сол ненің тілімен енді бір жобалатып біздің домбайша айтқанда қарашықтың объективін кішірейтіп үлкейтуді сізбенім біз атқармаймыз ғой, қанша жарық түседі, соны игереміз, соны кішірейтеміз дейсіз ба? Жоқ. Егер сіз өзіңіз игерсеңіз, қашан соқыр болып қалар едіңіз. Күйдіріп жіберетін едіңіз ар жақтың бәрін.
айналдырған кішкентай бір цифровой аппараттар қазір оңай ғой, бірақ мықты бір әдемі қымбат аппарат алыңызшы, фотоаппаратты айтамын мен. Соның өзін сауатты түсіретін адам аз. Сауатты өте жаңалдегі көлеңкелеріне шейін қойып, өзінің орнына шейін қойып, анау енді майда шүйдесін айтпай ақ қойшы, анау ICO-сы бар, басқасы бар, черно-белый, жаңа ағы менен қарасының, көгі менен қызылының арасындағы айырмашылығы, оның бәрін қолмен істейтін аппарат болсыншы сізде. Оны оқуға барып келер едіңіз 4 жыл, 5 жылға. Оқып болғаннан кейін бір 5-6 жыл оны игеріп үйренгенге шейін неше аппараттың басына жетесіз. Ал егер көзіңізді тула салып сөйтіп беріп қойсашы, игеруді не істейтін едіңіз? Қашан соқыр қылатын едіңіз ол көзді? Құлақ та солай. Барлық дене мүшенің көпшілігі сізбен біз басын ауыртпай ақ қойсыншы осы бейшара. Қиналмай ақ қойсыншы деп Алла сізбен бізге ол шекараға кіргізген жоқ. Одан бөлек өмір менен өлім. Ол да бір шекара. Сізбенен біз кіре алмайтын шекара. Егер оны да бергенде, адам өз басына өзі қайғы жасайтын еді. Қашан дүниеге, қашан келіп, қашан кететінін өзі игере алса. Әлі күнге шейін не бір фантастикалық адамдар бар ғой, мысалы андай бір туындылар, неше түрлі киноларда болады ғой, жаңа уақыт сағатты өзгертіп жіберіп, пәлен ғасыр немесе пәлен жыл арқаға кетіп қалып, ана пәленшені өзгертіп, тағдырды өзгертіп жіберіпті міш. Бұл адамның арманы ғой, баяғыдан келе жатқан. Өлім менен өмірді игере алсам деген мақсат қана. Бірақ түптің түбінде уақытқа бағынатынын сезет адам. Сол үшін Алла тағаланың бір сөзінде, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис құдсида келеді, Алла тағала пайғамбардың аузыменен, тіліменен айтады. Заманды сөкпеңіз дейді. Яғни біз кейде айтамыз, ой, заман не боп кетті? Заман жаман боп кетті дейміз, дұрыс па? Заманды сөкпеңіз. Заман менің бір сипатым дейді. Алла тағала айтады. Менің бір сипатым дейді. Оны сөкпеңіз дейді. Уақыт қой. Сол үшін бауырлар, бұл дүние шекаралар. Сол шекаралардың ішінде белгілі бір кішкентай ғана жер мөлшер белгіленген, сол жердің өзін сізбенен біз салауатты өмір сүре алмаймыз, байқайсыз ба? Сіз күніге таңертең ұйқыдан тұрдыңыз, кешке шейін өз-өзіңізді ақылмен басқарамын деп айтыңызшы. Қол көтеріңіздерші, мен көрейінші сол адамды. Ақыл менен бір сәт, бір минутымды бекер жіберген жоқпын, есептеп қойғанмын мен. Барлығын өз орнымен, өз уақытымен пайдаланам. Анаған ананы жұмсайым, мынаған мынаны жұмсайым. Құртпаймын. Барлығы өзінің орныменен есептеліп қойған. Айтыңызшы, игере аласыз ба? Бір күннің өзін, әр минутын егер сіз кешке отырып, жазып тұрып есептесеңіз ұтылып қаласыз. Күніге ұтылып қаласыз. Егер Құдайдың кешірімі болмаса, бауырлар, сол үшін сізбенен біз жәннатқа кіре алмаймыз деген пайғамбардың сөзі бар. Біз өзіміздің жасаған амалымызбен жәннатқа кіре алмаймыз. Өйткені Алланың беріп қойған міне осы шекараның ішінде қалған, басыңды ауыртпай қойш, осының ішінде тағдырың өз қолыңда, ал істе десе соны басын жарып көзін шығарамыз ғой. Кішкентай ғана шекараның ішінде жүріп, соның ішінде жүріп біреулер жылап, сықтап, өзін бақытсыз сезініп үлгереді. Ойбай, мен төбемнен Құдай ұрып тастаған адаммын, мен деген бейшарамын, осындайда жерге түсіп, жер болып кетеді. Бірақ өзінен де жаман адам жүргенін көрмейді. Қанағатсыздық танытады, шүкірсіздік танытады. Қараңызшы бауырлар, біз адамның бейшаралығын қарасаңшы, қаншалықты әлжуаз, қаншалықты бейшаралығымызды. Құдайдың берген бір кішкентай шекарасының ішінде салауатты, дұрыс, пайдалы өмір сүру деген ұғымның өзін түсініп тұрып,
істей алмаймыз. Міне, сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, әрбір адам баласы қате жасайды. Соның ішіндегі ең абзалы кім? Өзінің қатесін мойындап, тәубе етуші адам дейді.